Қайырлы күн ұстаздар. Бүгін Microsoft PowerPoint бағдарламасында психологиялық ахуалды қалай қызықты етіп өткізуге болатынын сіздерге көрсетемін. Мысалға 4 яғни әрекетті таңдап алдым. Бірінші әрекетте жаңағы балалар бір-бірін құшақтап тілектерін айтады. Екіншіде бір-бірін мақтайды. Үшіншіде бір-біріне деген бүгінгі күнге сәттіліктерін тілейді. Және төртіншіде бір-біріне без беру арқылы психологиялық ахуалды сабаққа деген жақсы көңіл күйді тудырып алуға болады. Бұны қалай іске асырамыз? Яғни ортасына стрелка қоямын, фигурыйды басамын. Міне фигурные стрелки, кез келген стрелканы басамын. Дәл ортасына қоюға тырысыңыздар. Міне дәл ортада тұрып. Енді бұны айналдыру керек. Алдыңғы сабақтарымызда біз анимацияға кіру арқылы выделение сары мен вращение таңдаймыз. Айналды. Бірақ бұл айналғаны аз. Яғни область анимации таңдаймыз. Времясын, яғни уақытын быстрый 1 секунд до повторения далее. Айналды. Енді біз несін таңдауымыз керек. Айналу, тоқтау, басу. Яғни кнопканы басқанда айналу керек, сол кнопканы басқанда тоқтау керек. Онда фигураға кіреміз қайтадан. Төменгі жағына осындай кішкентай кнопка жасап қоюымызға болады. Бұның түртісін өзіңіз таңдап аласыз. Мен жақсы осылай басып тоқтатады. Енді бұл жерде біз осыған триггер сызбалы түсеміз. Яғни осы стрелканы басамыз, анимацияда басамыз. Триггер дегенді, область анимациясында триггер деген бар. Соны басып, прямоугольник, скругленный углы. Яғни ең астындағы бізде жасыл ол прямоугольник. Осыны басамыз. Яғни осы екі кнопка бір-бірімен байланыста болады. Тексерейік. Жақсы. Бұны бастым. Айналып жатыр. Бірақ енді тоқтатайын десем, ол тоқтамайды. Қалай мен оны тоқтатамын? Сіздерге көрсетемін. Яғни біз жаңа триггерді пайда болды. Енді тоқтау үшін осының үстіне кез келген анимация қосып аламыз. Мына стрелканы басамын. Добавить анимацию. Кез келген возникновение біреуін ала салыңыз. Енді осыған мен триггер. Қайтадан осы стрелканы басамын, анимация, триггер қосамын. По щелчку, яғни прямоугольник, тура жаңағы жасылды таңдаймын. Екі триггер пайда болды өзіңіз қарап отырсаңыз. Енді тексерейік. Міне мынау астында слайд-шоу показ. Немесе F5 кнопкасын басуға болады көрсету үшін. Мына астындағы жасыл кнопканы басамын. Тоқтатамын. Басамын. Тоқтатамын. Яғни слайдты пайдалана отырып, сабақтың басында балалардың жақсы көңіл күйлерін көтеріп алуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.